Инкубаторға жұмыртқа салғанда адамдар жіберетін 7 қателік. Инкубатор сатып алдым, жұмыртқаны салдым, бірақ балапан аз шықты. Көп адам бірден инкубаторды кінәлайды. Бірақ көбіне мәселе басқа жерде болады. Инкубатор ол тек бір бөлігі ғана. Жақсы нәтиже алу үшін жұмыртқа сақтау жағдайы және дұрыс пайдалануда маңызды. Бірінші қате, кез келген жұмыртқаны сала беру. Жұмыртқа тым ескі, жарылған немесе сапасы төмен болса, жақсы инкубатордың өз нәтиже бере алмайды. Екінші қате, жұмыртқаны дұрыс сақтамау. Инкубацияға дейінгі кезеңде маңызды. Температура, сақтау уақыты, тазалығы бәрі әсер етеді. Үшінші қате, инкубаторды алдын ала тексермей жұмыртқа салу. Аппараттың температурасы тұрақты жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу керек. Төртінші қателік, инкубатордың орнын дұрыс таңдамау. Күн түсетін жер, суық жер, жел өтетін орын, олардың бәрі температураға әсер етуі мүмкін. Бесінші қателік, инкубация кезінде инкубаторды жиі ашу. Әр ашқан сайын ішкі жағдай өзгереді. Алтыншы қателік, ылғалдылыққа мән бермеу. Көп адам тек температураны бақылайды, бірақ ылғалда балапанның дамуына маңызды әсер етеді. Жетінші қате, нұсқаулықсыз жұмыс істеу. Әр құстың инкубациялық уақытымен ерекшелігі бар. Жақсы инкубатор жұмыстың жартысын ғана, қалғаны дұрыс пайдалану. Сондықтан инкубатор таңдағанда тек аппарат емес, оны қалай қолдануды үйрену маңызды. Келесі видеода неге автоматты жұмыртқа аудару жүйесі маңызды тақырыбын қозғаймыз.